Баршаңызға ассалаумағалейкум. Үлпілдек өте дәмді бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт керек. Міндетті түрде жылытып алыңыздар, бірақ ыстық болмасын. Оған қант саламыз. 3-4-5 қасық салсаңыздар болады. Қатты тәтті болмасын десеңіздер, аз қосыңыздар. Құрғақ ашытқа қосып, жақсылап тұрып, араластырып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің ашытқымыз жұмыс жасай бастайды. Сұйық май құйып, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап тұрып, иін қандырып, қамырымызды илейміз. Мінекей осылай бетін жауып, көтерілгенше күтеміз. Қамырымыз 3 есеге осылай ұлғайып көтерілу керек. Үстелімізге ұн сеуіп, қамырымызды қолдың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен жаямыз. Осылай видеодағындай жайып алып, ертілген сары май жағамыз. Жақсылап тұрып, осылай жағып алыңыздар. Және де видеодағындай екі жағын ортаға қарай қайырып, бүктеп, одан кейін видеодағындай конверт қылып тағы да бүктейміз. Бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз тағы да ұлғайды. Қолымызбен жаямыз. 6 бөлікке осындай ұзынша етіп бөліп кесіп аламыз. Ортасынан тағы да бір кесеміз. Әр бөлікті қолымызбен осылай жаямыз. Бір шетіне қарай салмасын салып, екі жағын жақсылап тұрып жабыстырамыз да ораймыз. Міндетті түрде екі жағын жабыстырып алыңыздар, әйтпесе біздің салмамыз ақып кетеді. Қойытылған сүт салсаңыздар болады, джем, повидло салсаңыздар болады. Жақсылап шетін басын қырап, жауып, рулет қылып ораймыз. Пергамент қағазына кішкене бірін-бірінен алшақтау қойып, бетін тағы да бір 5-10 минутқа жауып қоямыз. Кішкене көтерілгеннен кейін, міне сүтпен жұмыртқаның сарысы араласқан осындай сұйықтығымызды жақсап бетіне жағып шығамыз. Пропорциясы, яғни құрамы осы видеоның астында жазылған, міндетті түрде қараңыздар. 160 градуста қызарғанша, яғни 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте дәмді, енді керемет үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Балжан Канафина. Үлпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.